Сәлем баршаңызға. Бүгін бауырды ерекше әдіспен қойдың іш майына орап пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бауырды ұсақтап, бірнеше бөлікке бөліп турап аламыз. Сосын ұсақтап туралған бауырымызды блендермен немесе мясорубкадан өткізсеңіздер болады. Жақсылап майдалап өткізіп аламыз. Мен бауырды осылай блендерден жақсылап өткізіп алдым. Және де бір пиязды жіңішкелеп, ұсақтап турап алып, үстіне қосатын боламыз. Міндетті түрде жіңішкелеп тураңыздар. Енді осы аралықта алдын ала күрішті пісіріп алып, суытып қойғанбыз. Осы пісірілген күріштен 4-5 қасық қосамыз. Дәміне қарай қарабұрыш қосыңыздар, және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Ал енді біз іш майымызды қажетті бөліктерге бөліп, кесіп турап аламыз. Және де осы іш майымызға бауырдан жасалған салмамызды салып, жақсылап орап, шығып зубочисткамен түйреп қойыңыздар. Салмамыз шығып кетпеу үшін. Енді құрғақ табамызға баяу отта пісіретін боламыз, біртіндеп салып. Астындағы оты тым қатты болмасын. Өзінің майы шығып, ішіндегі бауырымыз сол шыққан еріген майына жақсылап пісіретін болады. Келесі бетін қызартып, аударып аласыздар. Қақпағын жауып, бір 5 минуттай тым баяу отта тұрғызып алыңыздар. Міне біздің іш майға оралып піскен бауырымыз дайын. Шашлик секілді дәмді болып шықты. Қыздар, біздің іш майда оралып піскен бауырымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде жасап көріңіздер.